Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 10-15 минуттың ішінде дайын болатын, өте жылдам дайындалатын тағам дайындаймыз. Олай болатын болса, кеттік. Бізге керекті өнімдер ол тауық еті, тауықтың филесі, одан кейін сельдерей кішкене ғана, болгарский перец, перец чили біреу, чеснок, имбирь, одан кейін рисовый вермишель, рисовая лапша деп айтады. Соевый соус и растительное масло. Олай болатын болса, ең бірінші кезекте біз мына етімізді маринаттайық. Маринад үшін бізге бірінші етті кесіп аламыз. Қалыңдығы 1 сантиметр етіп кесіп аламыз. Жарты грудинка ғой мынау, именно. Кішкене замороженный күйде кескен ыңғайлы деп мен сәл ғана еріттім. Именно осындай қалыңдықта кесіп аламыз. Осындай үлкен-үлкен болып, пласт болып тұру керек. Маринад үшін бізге паприка, соль, перец керек. Тұзды өте аз қосамыз, себебі бізде соевый соусымыз бар. Енді чеснок теретеміз. Тауықтың еті бұл ең жұмсақ еттердің бірі, бірден тез пісе қояды. Сол себептен тауық етін таңдап алдым. Бұл мен өзімнің жолдасым қарным ашты деген кезде 10-15 минуттың ішінде дайындап беретін тағамның түрі. Сол себептен атын қойып үлгерген жоқпын. Егер ұсыныстарыңыз болса, айтсаңыздар да болады, қандай ат қоятынымызды. Бұл острый тамақ, острый. Сол себептен острый перец. Остротасын өзіміз регулировать етек болады. Осы бір перец жеткілікті деп ойлап тұрмын. Енді растительное масло аз ғана араластырып 10-15 минутқа қойып қойсақ та болады, немесе бірден асығыс болсаңыздар, бірден пісірсеңіздер де болады. Су қоюымыз керек, ыстық су болу керек, себебі рисовый вермишель 15 минут ыстық суда тұру керек. Енді әдісті аламыз. Примерно осы 2 адамға жетеді. Суымыз қайнады. 100 грамм рисовый лапшаны алдық. Он 15 минутқа осылай қойып қоямыз. Келесі кезекте етімізді сковородканың ішіне қуырамыз. Аз ғана май, көп керек емес. Көп майдың вообще қажеті жоқ. Себебі өзінде де маринадында да май бар. Етті жақсылап қуырамыз. Енді бізге қызыл болгарский перец керек. Көп емес. Аз ғана стебель сельдерея. Етімізді араластырамыз. Аз ғана имбирь. Майдалап тураймыз имбирьді. Етімізді енді тушить етеміз кішкене. Соевый соустан құямыз. 72 грамм соевый соус. Жақсылап қайнатамыз. Осы жерде перецті қосамыз, себебі қатты пісіп кетпеу керек. Рисовый лапшамның суын төгіп алып келдім. Енді осы лапшаны қайнап жатқан тағамның ішіне саламыз.
араластырамыз жақсылап. Сіздер рисовый лапша болмаса, крахмал, кәдімгі фунчоза жасайтын крахмалмен жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, өте жылдам дайындалатын тағам. Қайнатып аламыз. Тауықтың еті дайын, уже піскен. Острый тамақ жегілеріңіз келген кезде бір дайындап жейтін керемет тағам. Все, тамағымыз дайын. Бір стебелечек сельдерея можно добавить. Укроп, петрушка, кез келген зелень. Осымен тамағымыз дайын.